Сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге өзен жағасындағы керемет өмірдің қызықтарын бөлісейік. Бір күн таңертең, күн әлі жерді жылытпай тұрғанда, біздің достарымыз Арман, Аяулым және Ерболат жаңа үй салуға бел байлады. Олар әдемі өзенге келіп жетті. Суы мөлдір, толқындар жай ғана серпіліп тұрды. Міне, жаңа үйіміздің орны тап осы, деді Арман қуанышпен. Арман қолдарын шылбырлатып, ағаш кесуге кірісті. Ол кесілген ағаштарды тақтайларға бөліп, үйдің қаңқасын жасауға кірісті. Аяулым үйдің жобасын сызып, әрбір ағаштың қай жерге орналасатынын белгіледі. Ерболат тас пен темір жинап, үйді қаптайтын материалдарды іздесті. Өзеннің айналасы әсемдігімен таң қалдырды. Олар балық аулады, жасыл шөптер жинады, жабайы өсімдіктерден дәмді тағамдар пісірді. Күн сайын таза ауада серуендеп, өзеннің көрінісінен ләззат алды. Бірлесіп жұмыс істеп, олар жаңа тәжірибелер жинады. Табиғаттың сырын тереңірек түсінді. Кешке қарай олардың үйі дайын болды. Жаңа үйіне қоныстанып, терезеден өзеннің әсем көрінісіне қарап отырды. Күн батып түн ортасына жетті. Бірақ біздің достарымыздың қызықты оқиғалары әлі алда.